Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы саяхатты жоспарлайық. Тема сегодняшнего урока – давайте планируем путешествие. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Демалады, отдыхает, өткізу, проводить, тамаша, прекрасно, прекрасный, жоспарлау, планировать. Біліп ал, знай, өткен іс әрекет, прошедшее действие образуется с помощью суффиксов д, т, т. Например, мен шықтым. Здесь суффикс т. Я вышел. Мен шықтым. М в конце личное окончание. Сен шықтың. Ты вышел. Сіз шықтыңыз. Вы вышли. Ол шықты. Он или она вышел. Біз шықтық. Мы вышли. Сендер шықтыңдар. Вы вышли. Сіздер шықтыңыздар. Вы вышли. Олар шықты. Они вышли. Бірінші тапсырма. Суретке қара, әңгімелеп айт. Первое упражнение. Посмотри на рисунок, рассказывай. Табиғатқа шығайық. Давайте выйдем на природу. Демалысты тауда өткіземіз. Отдых проводим в горах. Тамаша, прекрасно. Маған ұнайды. Мне нравится. Сұрақ, вопрос. Олар демалыста қайда барды? Куда они пошли во время каникул? Как мы ответим? Куда они пошли? Правильно, в горы. Олар демалыста тауға барды. Сен өз демалысыңды қалай жоспарлайсың? Как ты планируешь время во время каникул? Мы отвечаем в первом лице. Вместо сен пишем мен. Мен демалыста баруды жоспарлаймын. Куда планируешь посетить? Например, мысалы, мен демалыста тауға баруды жоспарлаймын. Или вместо тауға можно Астанаға баруды жоспарлаймын. Екінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Второе упражнение. Послушай, ответь на вопрос. Маржан отбасымен табиғатта демалды. Маржан отдыхала на природе со своей семьей. Әкесі балық аулады. Отец ловил рыбу. Анасы балық пісірді. Мама готовила рыбу. Ағасы суретке түсірді. Старший брат фотографировал. Маржан гүл терді. Маржан собирала цветы. Інісі доп ойнады. Младший брат играл в мяч. Демалысты өте көңілді өткізді. Отдых был очень веселым. Енді сұрақ, не істеді? Что делали? Әкесі, анасы, ағасы, Маржан, інісі. Мәтіннен тауып айта ғой. Мысалы, әкесі балық аулады. Үшінші тапсырма. Оқы, өз ойыңды айт. Третье упражнение. Прочитай, расскажи свои мысли. Демалысты отбасымен өткізу керек. Отдых нужно проводить с семьей. Ты согласен с этим? Өз ойыңды айт, расскажи свои мысли. Табиғатқа шығу керек. Нужно выйти на природу. Табиғатта қоқыс тастауға болмайды. На природе нельзя выбрасывать мусор.
Төртінші тапсырма. Четвертое упражнение. Саяхатқа шыққанда қажет болатын заттарды ата. Расскажи, какие вещи понадобятся в путешествии. Үлгі бойынша жаз. Напиши по образцу. Какие нам понадобятся вещи? Бірінші, ол сөмке. Первый это рюкзак. Мы скажем, маған арқа қапшық керек. Арқа қапшық это рюкзак. Маған тағы не керек? Очки будет көзілдірік. Маған көзілдірік керек. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.